Bizdегі қазақтың діндарларындағы ең үлкен мәселе олар тақуалығын адамға көрсетіп, адам екендігін Құдайға көрсетеді. Ал мен қазақтарға айтамын, діндарлығыңды Құдайға көрсет, адамдығыңды адамға көрсет деймін. Біздегі дінкештер пенде екендігін алдап кетіп, ақшалы болып, уәде беріп, орындамай бүйтеді. Пенде екендігін, инсан екен, инсан деген ұмытшақ. Пенде деген күнәһар пенде екендігін адамдарға көрсетеді. Көрдің бе? Ол сен діндарсың ба? Құдайға көрсет. Адамсың ба? Адамдығыңды адамға көрсет. Мен солай болсын деп қазақтарға әдейі айтып отырмын. Мен сіздердің алдарыңызда мұхтарам жамағат деп бүйтіп тикток имам қысап, басымды сартыски шайқап сөйлемеймін. Мен намазымды оқимын, 5 уақыт намазымды оқимын, парызымды қаза қылмаймын, қадір түнін күзеттім, соңғы 10 күнді бірақ күзеттім. Тахаждқа тұрамын. Таң намазынан 1 сағат бұрын тұрып, тахаждымды оқып, таң намазын кіргізтіп, оның өзінде де дұға кіре салғанда бірден оқымайсың ғой. Соны оқимын, мысалы. Тахаждқа тұрмасам, күн шығудан жарты сағат бұрын тұрып, намазымды оқып, жуынып, шайынып, совет костюм шалбарымды киіп шаруама кетемін. Бірақ мен адамдарға өзімді бір сұмдық мынандай қылып көрсетпеймін. Себебі мен қандай құлшылық жасаймын, адамға емес, Құдайға көрсетсем болды. Адамға көрсетпеймін. Осыны бүкіл қазақтардың санасына сіңіру керек. Бүкіл қазақтарға. Адамға адамдығыңды көрсет, адам екендігіңді көрсет. Адам екендігіңді көрсет. Хайуан емес екендігіңді көрсет. Алдама. Алаяқтық істеме, аққа жақ бол, қараға қарсы бол. Сондықтан мен көп қазаққа айтамын, мұсылман болудан бұрын адам болып аш. Сен өз адамдықты қатыра алмай, адам болудың шекесін қыздыра алмай, өзің алаяқсың, өзің арсызсың, өзің 200-дүсің, өзің мұнафиқсың. Енді мен мұсылманмын деп мұсылмандықтың абыройын төкпей-ақ қой деймін. Алдымен адам болып, аққа жақ болып, қараға қарсы болып, бір сөзді болып, алдамай, тура болып, шыншыл болып, адам болып, адамдықтың шекесін қыздырып ал, одан кейін мұсылман болу. Қазір өзім біреу мұсылманмын, мен Құран ұстап, ант су ішемін десе, қорқасың да біреуге.